Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Айгерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын донердің жасалу жолын көрсететін боламын. Бұның қамырын осы видеоның описаниесіне жазып қоямын. Өте оңай жасалады және үй жағдайында қолжетімді заттардан жасалады. Сол сілтеме арқылы көре аласыздар. Ең алдымен тауықтың етін осылай суда қайнатып пісіріп алдым. Кейін өзіме керекті лавашқа қосатын заттардың барын осылай турап алдым. Енді қайнатылған тауықтың етін кішкене табаға май құйып, осылай қызарғанша қуырып аламыз. Егерде қайнатқан кезде тұз қоспасаңыз, азырақ тұз қосып жіберіңіз. Дәл осылай қызарып шығу керек. Біздің етіміз дайын болды. Енді лавашқа барлығын салатын боламыз. Ең алдымен майонезді қосамыз. Майонезді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Одан кейін кетчуп және жаңағы қуырылған етті саламыз. Қалауыңызша өзіңізге ұнаған көкөністерді салып жасасаңыз болады. Бұл жерде қайнатылған жұмыртқа, қызанақ, қияр және редисканы да қосып жібердім өткіштен өткізіп. Дәл осы видеодағыдай етіп лавашты ораймыз. Қалған лаваштарды да дәл осылай орап шығамыз. Барлық лавашты жақсылап орап шықтық. Енді қызып тұрған табада екі бетін күйдіріп алмай қызартып аламыз. Ал донеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер де қамырын қалай жасаймын деп жатсаңыздар, осы видеоның описаниесіне жазып қоямын. Сол сілтеме арқылы қамырының жасалу жолын көре аласыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны да басып қойды ұмытпаңыз.